енді бұрыннан бері жинаған ақшаларымның барлығы зая кетті ма? Я, енді не істейміз? Ужас, вообще, бұрыннан бері жинаған ақшам бәрі зая кетті. Енді мен не үшін есікті ашып кеттім вообще-то? Ой, жыламашы, өтініш жыламашы. Мен сен жыласаң жылап кеткім келеді. Сен жыласаң мен жылаған сияқты боламын. Сен жыласаң жүрегім ауырады. Енді қалай жыламаймын? Қымбат алған заттарының барлығы босқа кетті. Не істейміз енді? Ой, менде бір ой бар. Мен сен үйіңді қайтадан жасағанша немесе басқа үй тапқанша менің үйімде қона тұр. Шын ба? Шын айтасың ба? Я, менің үйімде қона тұр. Менің анам мен әкем рұқсат беретін шығар деп ойлаймын. Олар қатыгез адамдар емес. Менің үйіме бар. Жүр кеттік, менің үйіме барып 1-2 күн немесе 3-4 күн қона тұр. Ой, шын ба? Рахмет өте көп. Бірақ та қатты қорқып тұрмын. Тағы да сендердің үйлеріңді ұрлап кете ма деп. Жоқ, ұрламайды, қорқпашы. Бір жыламашы енді. Енді қарашы, менің бұрыннан бері жинаған нем босқа кетті. Ойбай, қызым, өзгеріп кетіпсің ғой. На, киімді, очкиді қайдан алғансың? Ё-моё, менен әдемі болып кетіпсің ғой. Шашың неге өзгеріп кетіпті ғой. Мә, күшті кетіпсің ғой, қызым, молодец. Ой, анашым, тұра тұрыңызшы, бас бірдеңе айтып алайын. Ана Жасмин деген қыздың біз екеуміз қыдырдық қой, сол кезінде ол шығып баратқан кезінде өзінің үйін қыплауды ұмытып кетіпті. Енді оның үйін тонап кетіпті. Ужас, жаман болыпты ғой. Я, сол енді біздің үйде Жасмин 1-2 күн ба, 3-4 күн ба қона тұрсыншы. Не, қуасың ба? Өзімізге продукт жетпей қалғанда тағы да біреуді қосып ал енді. Жоқ, болмайды, қой құрсын. Алып кет ана Жасминіңді. Той, анашым, пожалуйста, ол енді қайда барады? Бізден басқа баратын жері жоқ, оның ата-анасы да, досы да жоқ қой. Жігіті де жоқ, күйеуі де жоқ, баласы да жоқ. Той, жарайды енді. Жарайды, бірақ та мен рұқсат етем, бірақ әкеңнен сұра. Ол қазір дұрыста. Әкең рұқсат етпесе, онда болмайды. Той, анашым, пожалуйста. Қона берсінші, пожалуйста. 4 күн ғой. Ой, жарайды. Енді оған чай беру керек, ә? Тамақта дейді. Жарайды енді. Қарап тұрсыңдар, дастарханға отырыңдар, мен чай дайындап қойдым. Ой, рахмет, анашым. Я, рахмет. Ал, Жасмин қыз. Мен мына қызды бұрында бір жерден танитын сияқтымын. Менің бұрынғы қызым екен, кім бұл екен? Не болды, көзіңіз мөлтілдеп кетіпті ғой? Ой, қыздар, кешіріңдер. Ештеңке емес. Кешіріңдер, үйде сүт жоқ, сол ана қара шай ішіңдер тағы да. Қара шай ғой, сол баяғы өмірдегі. Қара шайдағы басқа не жетішін? Жарайды енді. Тамақтарыңды ішіңдер. Бүгін бізде бешбармақ болатын. Сол саған қалдырған едім, енді мына қызды жесін. Жарайды, мен кеттім. Мен сенің анаңды көргенде, как будто өзім сенің анаңды танымаймын, бірақ та танитын адам сияқты қарадым. Ол маған таныс адам сияқты болды. Шын ба? Шын айтасың ба? Я, шын айтамын. Өтініш, одан анаңнан сұрақ көрші, сіз Жасминді танисыз ба деп сұрақ көрші, пожалуйста. Жарайды, онда қазір тамақ ішіп біткеннен кейін мен сұрақ көрейін. Я, сұрақ көрші. Саған, мен мына нанның үстіне колбаса қойылғанды жесем, как будто біреудің таныс адам берген сияқты осыны. Білмеймін, әйтеуір. Мына тамақтың барлығын жесем болды. Бұрын жеген тамақтар сияқты болады. Мен бұл тамақтар өмірімде жек көргенмін, бірақ та осындай дәммен жек көрмеппін. Бұндай тамақ маған таныс. Таныс дәм ғой бұл. Шын айтып тұрсың ба? Я, шын айтамын. Енді ақ бөпем, ақ безікке жат бөпем, жыламау. Анашым. Ау, не болып қалды қызым? Бері отырыңызшы. Ау, не болып қалды қызым? Анашым, өтініш, маған барлық шындықты айтыңызшы. Не үшін сіз Жасминді көрген кезінде қашып кете бересіз? Не үшін менің Жасминмен дос болғанымды қаламайсыз? Қызым, оны айтуға болмайды. Ол өте қатты үлкен секрет. Мен оны саған айтамаймын, қызым.
Той, анашым, тезірек айтыңызшы, маған қызық болып тұр. Жоқ қызым, айтпаймын. Оны керек болса әкеңнен сұра. Жарай ма? Той, анашым, не үшін сіз Жасмин деген қызды не үшін жақтырпайсыз? Қойшы болды, Жасмин айта бермеші болды. Жасмин деген надоел уже. Қойшы, біреудің детский домнан шыққан қыз не істейсің сен? Қыз, анашым, сіз оның детский домнан шығатынын білесіз бе? Онда сіз Жасмин туралы бәрін білесіз деген сөз. Тезірек маған айтыңыз бұл шындықтың барлығын. Ой, қызым, мен қайдан білейін? Ой, жоқ. Айтыңыз деймін, анашым. Айтыңызшы тезірек. Қойшы болды, қызым. Болды, қойшы дедім ба, қойшы. Қыздар, наяққа жатыңдар. Қонақ болған соң Жасмин мына төсекте жатсын. Ал сен мына жерде жата тұр. Аха, жарайды. Жарайды, қарылтын барлығына. Ана, Ясминнің комнатасында жатқан қыз кім? Тағы да кім келіп алған біздің үйге? Ой, Ясминнің құрбысы Жасмин екен. Есіңде ме, бұрында детский домда таста кеткен қызымыз еді ғой. Сол қыз сияқты ол. Не, шын ба? Шын айтып тұрсың ба? Я, шын айтып тұрмын. Ол шынымен де сол сияқты. Шын айтамын. Олны және де Ясмин білгісі келеді, қайдан шыққанын, қайдан келгенін білгісі келеді. Бірақ та мен айтқан жоқпын. Мүмкін оларға айтатын уақыт келді. Я, шын айтасың, оларға айтатын уақыт келген сияқты. Жарайды онда, қазір ұйықтамаса, қазір шындықты айтайық. Я, айтайық. Сендерді түннің жарымында оятқаным үшін кешіріңдер. Жоқ, ештен кетпейді. Айта беріңіз айтатыныңызды. Сендерге барлық шындықты айтатын уақыт келген сияқты. Не, қандай шындық ол? Ол сіздің отбасыларыңызға арналған шындық шығар. Мен кете берейін, жарай ма? Жоқ, ол саған да қатысты. Не, маған да қатысты ма? Шын ба? Иә. Жарайды, мен айта салайын. Жоқ, мен айта салайын. Короче,